Қайырлы күн, құрметті оқушым, қалыңыз қалай? Кезекті видео сабақта біз гармоникалық тербелістер жайлы айтамыз. Енді механикалық тербелістерді біз алдыңғы сабақтарда айтқан болсақ, енді осы жерде сол механикалық тербелістер синус косинус заңына бағынып, әдемі бір темппен кететін болса, яғни мінекей мына сызықтармен кететін болса, демек оқушылар оны біз гармоникалық тербеліс деп атаймыз. Демек гармоникалық тербеліс болу үшін міндетті түрде оқушылар синус немесе косинус заңына бағыну керек екен, иә? Так, синус косинус заңы деп отырғанымыз оқушылар, мына нөлден басталса, онда синус заңы, ал егер нөлден жоғарыдан басталатын болса, онда ол косинус заңы деп қарастырамыз. Так, алдыңғы сабақтағы біздегі т период, кішкентайды уақыт, n тербеліс саны, нью жиілік, омега бізде циклдық жиілік деген ақпараттар керек болады. Так, енді оқушылар қарасаңыздар, бұл жерде біз графикке салуымыз керек қой, яғни мына тербеліс шеңбер бойымен жүрсе де, тіпті ол мына жерде математикалық маятниктің тербелісі болса да, соны біз енді не істейміз, уақыт бойынша оны тербеліске түсіріп графикке сызуымыз керек болады. Яғни мына жердегі гифке қарайтын болсаңыздар, мына видеодан сіздер не көріп тұрсыздар? Так, мына серіппенің уақыт бойынша созылуынан, дұрыс па, оның не көріп жатсыздар? Сызылған ізін көріп жатсыздар. Көрдіңіздер ме? Мінекей. Яғни оны қалдырып жатқан несі гармоникалық тербеліс болып табылып тұр. Так, енді ол жердегі бізге периодты қалай анықтаймыз? Периодты анықтау үшін, құрметті оқушылар, біз не істейміз? Төбеден шықса, сол төбеге дейінгі аралықты біз бір период деп атаймыз. Яғни осы жер бізде бір т болып табылады. Немесе осы жерден мына 2т-ға дейінгі аралық бір т болып табылады деген секілді ғой. Мына жерден, тіпті мына төменгі жерден бастап, мынаған дейінгі арақашықтықты айтуға болады т деп. Яғни демек периодты табу үшін біз бір толық тербелісті анықтап алуымыз керек екен. Бір толық тербеліске кеткен уақыт ол бізде период болып табылады. Бұл оқушылар бізге графиктен мына x-ті және мына t-ны дұрыстап ақпаратын қарап алу міндетті. Мынадағы x-тің бойындағы мінекей мына жердегі максимум мәні, яғни ең жоғарыға барып тұрған сәттегі мәнін амплитудасы деп атаймыз. Сондықтан да оны а деп жазып қойған. Яғни а деп отырғанымыз біздің білетін x max қой, яғни ығысудың ең үлкен мәні. Ал x-тің өзі жай ғана ығысу, оны кез келген моменттегі мәні өзгере беруі мүмкін ше. Сондықтан біз оны оқушылар әдемілеп не істеу керек, біз теңдеуге жазуымыз керек. Ньюдің 1 бөлінген т екенін білеміз. Кез келген жағдайда жиілікті табу үшін 1-ді т-ға бөле саламыз. Так, гармоникалық тербелістерде енді оқушылар графигі қалай сызылады деген кезде, қараңыздар оқушылар, мінекей мына жерде мысалға бізге бір мысал тапсырма тұрсын делік. 0-ден тербеліс басталды, және толық бір тербеліс мына жерге келіп бітті. Бұл жерде бізге мына жерде оқушылар 2 екендігі айтылған, мына жердің 6 екендігі айтылған. Яғни демек мына жер бізде оқушылар 4 деген сөз, одан кейін 6 кетеді. 4-ті бүйтіп жазайын. Одан кейін демек оқушылар бізде 8 кетеді деген сөз. 8, демек 8 секунд бұның несі болып табылады деген сөз, периоды болып табылады деген сөз. Периоды 8 секунд, ал жиілігі болса 1 бөлінген 8, немесе 0,125 Гц, немесе x максимум тап десе бізге, онда біз не істейміз? Мына жерде 0, 10 деп тұр, нәтижеде әдейі несіне көрсетпей тұр сан мәнші. Демек бұл жерде біз оқушылар 20 екендік білеміз, өйткені 0, 10, 20 болып кетеді, ол дұрыс па? Яғни бір сызық 10-ға тең болса, демек екіншісі 20-ға тең деген сөз. Мінекей амплитудасы, яғни ең жоғарғы мәні, оның x максимумы 20 не нәрсе? Сантиметр екендігін қарауымыз керек оқушылар. Демек ол 0,2 метр деген сөз. Және де бізге оқушылар омеганы табу мүмкіндігі бар. Омеганы қалай табамыз? Әрине оның формуласы 2π бөлінген т. Демек 2π-ді 8-ге бөле саламыз. 8 бен 2-ні қысқартып, демек π бөлінген 4 дей саламыз. Омега белгілі. Енді бұл теңдеу үші бізге оқушылар синус па, косинус па, соны да тап деп атады. Так, синус па, косинус па тап десе, демек оқушылар бізге мына жерде 0-ден басталса, онда синус деген сөз, өткен синус 0 градуста 0-ге тең. Яғни минимум мән береді деген сөзді. Ал синус бізде максимум мәні 1-ге тең, дұрыс па? Так, енді қараңыздар оқушылар, сонда бізде теңдеуі x тең x max синус омега т болып тұру керек қой. Осы жерде оқушылар x тең x max-ның орнына 0,2 синус омеганың орнына π бөлінген 4 т деп жазылады екен. Мінекей теңдеуі осылайынан. Т-ның орнына 2 секундты қойсақ, егерде бізге оқушылар мына жердегі 20 сантиметрді, яғни 0,2 метрді шығарып беру керек. Ойша қойып көріңіз, т-ның орнына 2-ні қойсаңыз, 4 пен 2 қысқарады, π бөлінген 2 қалады. Синус π бөлінген 2-де әрине 90 градуста 1-ге тең, демек 0,2-ні 1-ге көбейтсек, 0,2-нің өзі шығады, көрдіңіз ба? 4-ті қойсаңыз ше, 4-ті қойсаңыз 0 шығу керек. Мінекей 4-ші секундта ол не болып тұр? 0-ден өтіп тұр.
4-ті қойсақ 4 пен 4 қысқарып пи қалады. Синус пи градусында 0-ге тең, демек оның мәні 0 болады деген сөз. Так, құрметті оқушым, мына жерде мен омеганың формуласын және де алдыңғы сабақтардан периодтың формуласын жазып қоя салдым, өйткені олар өзге керек болатындығы анық. Периодтың және де 2 порция макарон деген формуласы да керек болады. Омеганың формуласы оқушылар өте маңызды. Омеганың 2 бөлінген т және 2 нөл деген формулалар бізге өте көп керек болады. Так, жаңағы нәрсені оқушылар мына жерде тереңірек ашып түсіндіре салайын. X max синус омега т, демек орнына қойған кезде 0,2 синус пи бөлінген 4-ті. Яғни т-ның орнына мен 2 секунд қойып көрейін дедім да. Енді 0-ді қойсам 0 шығатындығы түсінікті. Давайте 0-ден бастайықшы. Т-ның орнына 0-ді қойсам, яққа жазайын. Так, сонда x тең 0,2. Яғни мына жердегі т-ның орнына 0-ді қойып жатырмын ғой. Так, синус пи бөлінген 4 көбейтілген 0. Мынаның барлығы синус 0 градус болып кетеді. Синус 0 градустан 0-ге тең, демек 0,2-ні 0-ге көбейтсек 0 шығады деген сөз. Дәл солайынан x енді т-ның орнына 2-ні қойып көрейін. Так, 0,2 синус пи бөлінген 4 көбейтілген 2 деп алам енді. Мына 4 пен 2 қысқарып 2 қалады. Пи бөлінген 2 синус 90 градус деген сөз. Демек 0,2 синус 90 градус. Ал ол бізде 1-ге тең, демек 0,2-нің өзі шығады деген сөз. Көрдіңіз ба? 2 секундта 20 метр, 20 сантиметр, яғни 0,2 метр. Екеуі бір нәрсе ғой. Сол шығып тұр, 0-де 0 шығып тұр. 4-те 0 шыға ма, тексеріп көріңіз. Әрине шығады. X 4 қойып көреміз. 0,2 синус пи бөлінген 4 көбейтілген 4. Мына жердегі оқушылар т-ның орнына ғана мен не істеп жатырмын? Сандарды өзгертіп қойып жатырмын. Так, 4 пен 4 қысқарып бізде пи қалды. Синус пи де 0-ге тең. Демек 0,2-ні 0-ге көбейтсек 0 шығады деген сөз шығып тұр. 6 секунд қойса минус 1 шығады. Соңғысы осы болсын. Давайте 6-ны қойып көретін болсақ, 0,2 синус пи бөлінген 4 көбейтілген 6 қысқарады. 3, 2 қалады. 3 пи бөлінген 2, 270 градус минус 1-ге тең. Демек 0,2-ні көбейтеміз минус 1-ге. Минус 0,2 метр деген сөз. Ал астында как раз бізде не болып тұр? Минус 10, демек мына жерде минус 20. Яғни минус 20 сантиметр деген сөз, минус 0,2 метр деген сөз ғой как раз. Демек 6-шы секундта минус 0,2 метр шығып тұр деген сөз. Көрдіңіз ба? Демек кез келген моменттегі теңдеу, былайша айтқанда бұл теңдеу кез келген моменттегі оның қай жерде орналасқандығын тауып береді деген сөз ғой. Так, гармоникалық тербелістерде, құрметті оқушылар, енді біз теңдеуін синус па, косинус па қалай ажыратамыз? Әрине, толық теңдеу былайынан жазылады. А деп тұрған нәрсе ол амплитудасы, немесе оны оқушылар x max деп жатады. X max немесе А деп жатады. Оны амплитуда деп атаймыз. Тербелістің ең үлкен ауытқуы деп атаймыз. Ал x-тің өзі теден тепеден күйден ауытқуы. Ол x max-қа тең болуы мүмкін, тең болмай қалуы мүмкін, 0 болуы мүмкін деген секілді ғой. Минус мәнде болады деген секілді. Так, омега циклдық жиілік мына жердегі, ал фи 0 бастапқы фаза. Бастапқы фаза, құрметті оқушылар, ол жылжып кеткен болса егерде, онда бастапқы фазасы бар. Ал дәл қазір мына жерде бастапқы фаза жоқ. Бұл бізде оқушылар синус график екендігі көрініп тұр, өйткені синус 0 градуста 0-ге тең. Ал косинус 0 градуста неге тең? 1-ге тең, яғни максимум мән береді деген сөз. Көрдіңіз ба? Косинус 0 болған кезде жоғарыдан басталып тұр. Жоғарыдан басталса косинус, 0-ден басталса синус деп еске сақтап ала салыңыздар. Так, енді бұл жерде оқушылар тағы бір түсінетін нәрсе, мынау бізде толық бір периодымыз, байқасаңыздар, мына жерге келмей ма? Толық бір периодымыз 360 градусқа не болып тұр? Тең болып тұр. Яғни 2 пи т-ға тең болып тұр. Яғни толық бір периодымыз ғана не болып тұр? 2 пи, яғни 360 градусқа тең. Ал 180 градус болса, демек периодтың жартысына тең. 90 градус болса, периодтың 4-тен 1-не тең, яғни т бөлінген 4 деген сөз. Дәл осылайынан оқушылар кез келген бұрышты период арқылы жазу керек болса, немесе пи арқылы жазу керек болса, оны біз өрнектей алуымыз керек деген сөз. Так, мына синус қай кезде, косинус қай кезде түсіндірдік. Демек оқушылар әрі қарай тапсырмаларды орындасақ болады деген сөз. Так, нөмірі 1-ші тапсырмада координатасы берілген екен, тербелістердің амплитудасын тап дейді. Амплитудасы дегеніміз оқушылар мінекей ең жоғарғы мәні. Бұдан асатын мән жоқ, демек 5 не нәрсе, бірақ мына жерде мән берсеңіздер, оқушылар 5 сантиметр. Так, мен оны бүйтіп маркермен ерекшелеп қойын. 5 сантиметр. Өлшем бірліктерге қарау оқушылар маңызды. Амплитудасын қана сұраған бізден. Так, демек оқушылар
5 сантиметр, ал ол бізде е нұсқасына тұр. 5 метрді сразу үзіп тастау керек шатасып кетпес үшін. А кетеді, Д кетеді, F кетеді. 0,05 метрді тексереміз. Әрине 5 сантиметрге ол да тең бола алады. Демек, С және Е жауаптарын белгілеп, 2 ұпайымызды смело аламыз деген сөз. Келесі бізде оқушылар тербеліс периодын сұрап жатыр. Енді мына жерде бірін алғашқы сөйлем графигі берілген деген сөйлемдер ғой. Тербеліс периодын сұрап жатыр. Так, тербеліс периоды дегеніміз мына төбеден басталса, мына төбеге дейінгі арақашықтық деген сөз. Егер де мына жерде 0-ден бастасам, онда мына жердегі 0-ге дейін баруым керек. Ал мына жақта төменнен бастасам, мына төменге дейін баруым керек. Яғни былайша айтқан кезде бастаған жерімнен қарап, сол жерден аяқтауға тырысуым керек қой. 0-ден бастасын, 0-ден аяқтайсың деген секілді. 1 мен 4-тің арасы, 1 мен 5-тің арасы бәрібір 4 секунд, немесе мына жақта 0 мен 4-ші секундтың арасы 4 секунд деген сөз. Демек, периоды бізде оқушылар 4 секунд деген сөз. С жауабы дұрыс деген сөз. Келесі нөмірі 3-ші тапсырма. Тербеліс амплитудасы мен жиілігін сұрап жатыр екен. Амплитудасына қарасаңыздар оқушылар 2-де 4-те емес екендігі көрініп тұр. Екеуінің дәл ортасы. Енді мына жерде 2,5, 3,5 деген варианттар жоқ, нақты 3 деген вариант бар. 3 сантиметр деп тұр. Мында сантиметр екен. Демек 3 сантиметрді белгілейміз. Так, 3 сантиметрден басқа 2 сантиметр, 4 сантиметр дегендерді өшіріп тастаймыз. Және де бізден жиілігін сұраған. Жиілігін сұраса, демек периодын тауып алуымыз керек. 0-ден басталып тұр. Мына жерде 0-ге дейін үсті бар, және де асты бар. Толық бір тербеліс 4 секундқа келіп тұр. Периоды 4 секунд болса, жиілігі 1/4 деген сөз, 0,25 герц деген сөз. Так, жауаптардан қарап көрейік. 1/4 герц деген Д жауабы бар екен. Және 0,25 секундтың -1 дәрежесі деп беріп тұр оқушылар. Бұл да кіреді. Себебі бізде оқушылар 1/4 деген кезде мына жерде 4 секунд болып тұр ғой. Яғни жиіліктің өлшем бірлігі 1/Т ғой. Демек 1/секунд секунд деген сөз. Немесе секундтың -1 дәрежесі ретінде біз оны ести аламыз, жаза аламыз. Демек оқушылар С, Д, Е жауаптарын белгілеу арқылы біз плюс 2 балл алады екенбіз. Келесі нөмірі 4-ші тапсырма. Суретте ойық сөзі бойымен гармоникалық тербелістерін жасайтын дененің X координатасының уақытқа тәуелді график көрсетілген циклдық жиілігін сұрап жатыр. Негіз берілген алғашқы сөйлемін оқымасақ та болады, айтамын да ғой. Циклдық жиілігін сұрап жатыр, сол бізге маңызды. 2π бөлінген Т-ға тең. Периоды қаншаға тең? Периоды әрине 4-ке тең. Яғни 0-ден бастасам, 4-ке дейін барады. Немесе мына жерден 1-ден бастасақ 5-ке дейін барады. Так, 1 мен 5-тің арасында бәрібір 4 секунд. Демек, периоды 4 секунд. 2πді 4-ке бөлсек, жауапқа бір мән беріп қарап қоямыз. Пиді ашпаған. Демек, оқушылар мына жерде 2 мен 4 қысқарып астына 2 қалады. Пи бөлінген 2 радиан бөлінген секунд деген В жауабы шығады деген сөз. Келесі 5-ші тапсырма. Ығысудың уақытқа тәуелді графигінің тербеліс периоды мен амплитудасын тап дейді. Так, енді мына жерде оқушылар амплитудасы 30 сантиметр екендігі көрініп тұр. Мына жақта сантиметр деп тұр, 30 метр емес. Так, 30 сантиметр дегеніміз 0,3 метр деген Д жауабы. Так, және де метрлердің арасынан 0,2 метрді өшіріп тастаймыз. Бітті, біз метрлерді тауып алдық. Енді бізге оқушылар периодын сұрап жатыр. Периоды мына жақта оқушылар жартысы 0,4 болып тұр. Енді мына жақтағы жартысы қайқа барады? Әрине бүйтіп егерде соза беретін болсақ, мына жақтағы жартысы оқушылар бізден 0,8-ге барады, дұрыс па? Өйткені жартысы 0,4 болса, әрине оның тағы жартысын тағы 0,4 болады. Общий сонда бізге мынау оқушылар жартысы ғана керек емес қой. Толық бір тербеліс керек ше. Тербеліс дегеніміз барып, обратно қайту керек. Демек, 0,8 секунд деген сөз оның бізде периоды. Д және F варианттары. Так, С, А дегендерді өшіп тастаймыз. Сонда DF-ті белгілеу арқылы біз оқушылар 2 балл алады екенбіз. Келесі нөмірі 6-шы тапсырма. Так, периоды, жиілігі және амплитудасы үшеуін де сұрап жатыр екен. Так, бұл жерде амплитудасына қарайтын болсақ, 2 метр екен. Мына өлшем бірлікке оқушылар қарау маңызды. 2 метр. Так, Е жауабында әдетке айналдыру керек болса, мұнда секунд деп тұр. Қорқатын ештеңе жоқ демек. Демек, периоды 4 секунд деген сөзде 0-ден бастап төменмен кетіп тұр. Просто енді бұл жерде теңдеу оқушылар минус синус деп басталады да, яғни проблема сол жерде ғана, а так былайша айтқан кезде басқа ешқандай өзгешелік жоқ. Теңдеудің бізде сұрап тұрғанда жоқ. Сұраған жағдайда біз минус синус деп айтуымыз керек. Так, периоды бізде оқушылар 4 секунд, ал x максимум бізде 2 метр. Жиілігі болса 1/4 деген сөз, немесе 0,25-е 1-ді 4-ке бөлсек 0,25 герц шығады. Так, F жауабын белгілейміз. 4 секунд деген А жауабын белгілейміз. Қалғандарын бір-бір тексере саламыз. Так, келмейді екен, демек А, Е, Ф жауаптары дұрыс, плюс 2 ұпай аламыз деген сөз.
Жетінші тапсырмада оқушылар тербеліс периодын сұрап жатыр. Так, домбыра шегін тартқан кезде оның тербелісі осылай тербеліске түседі екен. Тербеліс периодын сұрап жатыр. Так, тербеліс периоды мына жерден 0-ден басталып тұр. Жоғарыға біту керек. Демек 4-ке сәйкес келіп тұр. Бірақ 4 не? 4 деген оқушылар А-да да Д-да тұр. Осы жерде оқушылар міндетті түрде тексере салыңыздар, иә. Өлшем бірлігіне қараңыз. Мына жерде 10-3 дәрежесі секунд деген жалғап тұр ғой. Вот, демек Д нұсқасын сізде таңдау керек сәйкесінше. Мына жақта сонда мысалы амплитудасын сұраса 0,2 деген таңдай салмай сразу. Мына жақта сантиметр деп тұр ғой. Демек x max 0,2 сантиметр. Немесе 0,2 көбейтілген 10-2 дәрежесі метр деген жауаптарды таңдау керек боласыз, ше. Яғни метр, сантиметр, секунд, миллисекунд деген дүниелерге, артындағы жалғанған нәрселерге қарау өте маңызды. Так, келесі құрметті оқушылар 8-де 1-ші тапсырма. Неге 8-де 1? Өйткені оқушылар 8-де 2 дәл осы тапсырманы басқаша сұрағы деген сөз. Так, амплитудасы 0,8 метр болатын. Мына жерде оқушылар график қатты маңызды емес, цифрлары. Так, себебі оқушылар біздің мына жерде 0,8 метрге барады деп тұр. Яғни 80 сантиметр, 0,8 метр. Мына жақта біз оқушылар 40 деп ойлайық. Яғни мына жерде мен графикті негізі сіздерге түсіндіру үшін алып отырмын. Енді оқушылар қандай жол жүреді дейді бір тербеліс жасаған кезінде. Бір тербеліс дегеніміз оқушылар жоғарыға барады, мына жерге келеді 0-ге, сосын төменге барады, сосын қайтадан өзінің орнына келеді. Яғни мына жерде тербеліс периоды 8 секунд қой. Соған дейінгі былайша айтқан кезде оның жүрген жолын анықтау керек. Енді қараңыз. Бірақ оқушылар мына нәрсені енді қарайтын болсақ, біз түсініп тұрмыз, негізі процесс бір орында жүріп жатыр. По идее, ол негізі осыдан график бойынша бүйтіп ашылмау керек еді. Бірақ не бойынша ашылып жатыр? Уақыт бойынша ғой. Уақыт бойынша оқушылар ештеңе бір орында тұра алмайды. Уақыт ешқашан тоқтамайтын жүйе болып табылады, ше. Яғни уақытты тоқтату мүмкін емес. Сондықтан мына жерде оқушылар уақыт бойынша ашылып жатыр деп қарастырамыз. Сәйкесінше демек оқушылар жоғарыға 0,8 метр жүреді. Қайтадан 0-ге келеді 0,8 метрмен. Сосын төменге түседі 0,8 метрмен. Және де 0,8 метрмен қайтадан 0-ге келеді деген сөз. Яғни мына жерде 0-де тұрды бастапқыда. Жоғарыға барды, қайтадан төменге түсіп 0-ге келді. Одан кейін минус сандарға қарай бір барып қайтты, сосын одан кейін қайтадан 0-ге келді. Яғни бір тербеліс болып тұр, дұрыс па? Бір тербеліс дегеніміз осы емес па? Так, сонда оқушылар 0,8-ді біз 4-ке көбейту керек екенбіз. Жүрген жолын анықтау үшін 4 көбейтілген x max деуіміз керек. Демек 4-ті 0,8-ге көбейтеміз, 3,2 метр деген жауап шығады деген сөз. Демек оқушылар жүрген жолын анықтау үшін біз бір тербеліс десе, онда біз не істейміз? 4-ке көбейте саламыз. Өйткені сол жолды ол не істейді? Жоғарыға барып 4 рет жүріп өтеді ғой, айтқан кезде. Жоғарыға барып төменге түседі, астына түседі, сосын қайтадан орнына келеді деген секілді. Ал енді оқушылар бір тербеліс емес, 1,5 тербеліс десе абайлау керек, ше. 1,5 тербеліс десе 6-ға көбейтесіз деген секілді ғой, яғни. Осы жерде сақ болу керексіз. Жарты тербеліс десе, мысалы, үстіне барып қайтып келді деген сөз, демек 2-ге ғана көбейтесіз. Вот сол логиканы анықтап алсаңыз болғаны. Келесі оқушылар енді орын ауыстыруын сұрап жатыр. Дәл осы сұрақ, бірақ енді орын ауыстыруын сұрап жатыр. Орын ауыстыруына қарасаңыз, оқушылар не істеді? 0-де тұр еді. Ол жоғарыға барып төменге түсті, одан кейін астыға түсіп, қайтадан орнына келді. Яғни 0-ге қайтып келіп тұр деген сөз. Демек оның оқушылар орын ауыстыруы 0 деген сөз. Как будто енді былайша кезде орын ауыстырмағандай болып тұр ғой, бастапқы орнына қайтып келіп тұр. Процесс бойынша бірақ уақыт бойынша жылжып жатыр. Әрине, бірақ орын ауыстыру бойынша ол өзінің орнына қайтып келіп тұр. Енді домбыраның шегі ғой, былайша айтқан кезде дырың деп тартқан кезіңізде ол бүйтіп тербелгенімен бір орында тербеліп тұрады ғой. Ал оны біз оқушылар сызық бойынша сала алмаймыз. Сызық бойынша салу үшін оны біз уақыт бойынша ашып саламыз, ше, бүйтіп. Сол кезде ол график болып кетеді екен, гармоникалық тербеліс болып кетеді екен. Так, нөмірі 9-шы тапсырма, құрметті оқушылар. Бұл жерде не деп жатыр екен? Тербеліс амплитудасы 3 сантиметр дейді. Так, бүйтіп енді мына жерге графигін примерно сала салайық. 3 сантиметр. Так, мына жаққа сантиметр деп жазып қоямыз. Так, сосын не дейді? Тепе-тең күйінен санағанда т тең т бөлінген 2 уақыт мезетінде дейді. Яғни тербеліс периодының жартысы дейді. Мына жерде тербеліс периоды т емес па? Мынау соның жартысы т бөлінген 2 емес па? Осы жерге дейінгі жүрген жолы қанша дейді? Демек оқушылар 3 сантиметр жоғары көтеріледі, 3 сантиметр төменге түседі. Демек 6 сантиметр жол жүреді деген сөз. Келесі нөмірі 10-шы тапсырма. 800 герц жиілікпен тербелетін қобыздың шегі 20 секундта 64 метр жол жүреді. Шектің тербеліс амплитудасын анықтаңыз. Так, бізге x max-ты сұрап жатыр. Бізге не берілген? Нью берілген 800 герцқа тең. Так, 20 секундта 64 метр жол жүреді дейді. Так, 64 метр жол жүреді екен. Неше тербеліс жасады, соны тауып көрейікші.
нью тең n бөлінген т емес па? Яғни т тең кішкентай т бөлінген үлкен n екенін білемін да. Ньюдің формуласы керісінше екендігін сразу ойлай саламын ше. И сол жерде мен не істеймін? n-ді тауып аламын. Демек нью мен т көбейтіледі. 800 бен 20-ны көбейтетін болсақ, оқушылар бізде 16.000 деген сан шығады. Тербеліс санда өлшем бірлігі жоқ. 16.000 шықты. Мен не істеймін? 64 метр бұл оқушылар 16.000 тербелістің жүрген жолы ғой. Бір ғана тербелістің жүрген жолын табу керек маған ше. Демек не істеймін? S жүрген жолы біреудікі, мынау S жүрген жолы барлығыныкі. ЖБ болып тұр, мынау Ж1 болып тұр. Так, демек барлығыныкін S ЖБ-ны n-ге бөліп жіберемін. Яғни барлық тербеліс үшін жүрген жолы белгілі ғой, 64 метр екен, соны не істейміз? 16.000-ға бөліп жібереміз. Так, мына жерде оқушылар 64 пен 16 қысқарып 4 қалатындығы белгілі. 4-ті 1000-ға бөлсек, 4 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі метр болатындығы белгілі. Жауаптарға қарап асығып кетпеңіз, 4 мм деген жауап бар. Бірақ бізде оқушылар x максимум сұрады ғой. Яғни мына жерде шатасып қалмаңыздар. Бізде тербелісте ол жоғарыға барады, орнына қайтып келеді, төменге түседі, орнына қайтып келеді. Яғни ол x максты 4 рет жүріп өтеді. Жүрген жолын тапқан кезде 4 көбейтілген x макс деген формула оқушылар. Мынау бірақ S1 тербелістікі. Бір тербелістің жүрген жолы 4 көбейтілген x максқа тең. Демек оқушылардан x максын бидудан табатын болсақ, яғни демек S-ті 4-ке бөлуіміз керек деген сөз. S1-ді яғни 4 көбейтілген оның минус 3 дәрежесін 4-ке бөлсек, 1 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі метр болады, яғни 1 мм деген жауап оқушылар енді дұрыс болады. 1 мм жоғары, 1 мм төмен, 1 мм тағы төмен, қайттан сосын орнына келсе 4 мм шықпай ма? Как раз оның жүрген жолы бір тербеліс кезінде 4 мм, 16.000 тербеліс кезінде 64 метрге барып тұр екен. Вот осындай тамаша есеп. Келесі нөмір 11-ші тапсырма. Құрметті оқушылар, бізден мына жерден не істеп жатыр? Қозғалыс теңдеуін бергенде бастапқы фазаны сұрап жатыр. Демек оқушылар теңдеуді жазып алу керек бізге. X тең x max синус омега т плюс фи 0. Как раз осы жерде бастапқы фаза деген бастапқы жылдамдық деген сияқты ғой, яғни қасында 0 бар ше, фи 0 сұрап жатыр. Ол бізде оқушылар пи бөлінген 6-ға тең. Демек д нұсқасы дұрыс деген сөз. Қалғандарына сосын тоқтала береміз негізі. Мына жерде 2π ол омегаға тең, 0,5 болса x максқа тең. Демек әрқайсысы өзінің орнында тұр деген сөз ғой, болды. Келесі есепте оқушылар циклдық жиілікті сұрап жатыр. Циклдық жиілік дегеніміз омега, ол мына жерде оқушылар синус пен т-ның арасында тұрады, 314-ке тең екен. X тең 0,5 синус 314 т болып тұр. Демек x тең x max синус омега т болатын болса, осы жерде оқушылар омега 314 деген санға тең болып тұр. Омега дегеніміз циклдық жиілік 314 радиан бөлінген секунд деген жауап оқушылар А нұсқасында тұр екен. Сақ болыңыз, С басқа Д нұсқаларын бір-бір тексере салыңыз. Негізі оқушылар мына жерде Е нұсқасында мысалға 100π деген жауап болса, оны біз белгілейтін едік. 10π, 1000π екеуі мысалға келмейтіндік түсінікті. 10-ды пиге көбейтсек 31-де 4 шығады, 1000-ды пиге көбейтсек 3140 шығады. 100π болса дұрыс болып кететін еді мысалға. Е және F нұсқалары тұрса, мына жерде оқушылар Е жауабын біз қосымша белгілей алатын едік. Так, онда келесі есепке 13-ші есепке өтейік. Тербеліс амплитудасын сұрап отыр. Әрине ол бізде оқушылар 0,3. 0,3 не бірақ? 0,3 сантиметр ма, әлде 30 сантиметр ма? 0,3 оқушылар мына жерде метр деп тұр. Осы өлшем бірлікке қарап жүріңіздер. Демек 0,3 метр дегеніміз, ол бізде x максқа тең болса, ол бізде оқушылар 30 сантиметрге тең деген сөз. Д нұсқасы дұрыс деген сөз. Келесі тербелістің теңдеуін сұрап жатыр. Тербелістің теңдеуі т0 кезінде фи 0 болып тұр деп тұр. Яғни бастапқы фаза 0-ге тең, бастапқы уақыт кезінде деген сөз оқушылар бізге ол синус заңына бағынады деген сөз ғой, бір жағынан ше. Амплитудасы оқушылар x max 2 сантиметр, ал ол бізде 0,02 метрге тең. Өйткені жауаптың барлығы оқушылар бізде метрмен беріліп тұр екен. Так, теңдеуді жазатын болсақ, негізі x тең x max синус, барлығы синуспен тұр. Так, омега т плюс фи 0, яғни толық версиясы осындай еді. Бірақ енді толық версиясында бізде оқушылар фи 0-ді 0-ге тең деп берген ғой. Сондықтан мынаны жазбасақ та болатын еді. Бірақ енді толық версиясын жаздық. Қазір біз сонда негізгі өзіміздің жауабымызды табуға тырысамыз. X макстың орнына 0,02 түседі. Синус омеганы тауып алу керек оқушылар. Омеганың формуласы 2π бөлінген т, оны ешқашан ұмытпау керек деп айтқан едік. Демек 2π-ді 1-ге бөлеміз, өйткені периоды 1 секунд деп тұр. 2π-ді 1-ге бөлсек 2π-дің өзі шығады. Демек 2π т
плюс 0 дей саламыз былайша айтқан кезде, оны жазбаймыз деген сөз ғой. Так, құрметті оқушылар, бізге бастапқы фазасы негізі пи бөлінген 3 деп берілген екен. Мында кітаптан жазған кезде қателіктер кетіп қойған. Демек, фи 0-дің орнына пи бөлінген 3-ті қоямыз. Яғни уақыт 0 кезінде бастапқы фазасы пи бөлінген 3-ке тең деген сөз ғой. Мына нәрсені демек жақшаға алып жібереміз деген сөз. Так, x тең 0,02 синус 2 пи-ті плюс пи бөлінген 3 деген жауап бізде оқушылар д нұсқасына сәйкес келіп тұрған сияқты. Так, с жауабында 0,01 дейді, в жауабы 2 деп басталған, мүлдем қате. 0,02 дұрыс, бірақ пи-ті деп тұр. 2 пи-ті емес, көрдіңіз бе? Демек, а жауабы да сәйкес келмейді. Демек, д жауабы оқушылар толыққанды дұрыс деген сөз. Келесі есепте оқушылар тербелістің периодын сұрап жатыр. Тербеліс периодын тапқымыз келсе, бізге оқушылар не керек? Омега керек. 2 пи бөлінген омега. Мына жерде оқушылар бізде омега бар ма? Пауза қойып ойланып көріңіз, омега қаншаға тең, өзіңіз есептеп көріңіз. Содан кейін жауабыңызды осы жақта жауаппен тексеріп көріңіз. Так, ал мен мына есепті шешуге кірісейін. 0,6 косинус 157 т болып тұр. Так, бұл бізде сонда x тең x макс болатын еді. Косинус омега т болатын еді. Омега бізде оқушылар 157-ге тең болып тұр. Демек, бізде омега бар болса, периодты тауып алуға болады деген сөз. Демек, 2 пиді 157-ге бөлемін деген сөз. Жауаптарға қарасақ, оқушылар пиді ашып берген екен. Демек, 3,14 деп ашып берсек, 6,28 болады, оны 157-ге бөліп жіберейік. Так, 6,28-ді бөлеміз 157-ге 0,04 шығып тұр. 0,04 секунд. 0,04 секунд деген жауап бізде оқушылар в нұсқасында бар екен. 0,6 секунд деген сәйкес келмейді. 0,6 метр ол амплитудасы. Әдейі шатастырып былайша айтқан кезде беріп тұр. Осы вариант таңдайма деп 1,57 келмейді. Так, 4 секунд келмейді. 0,04 секундқа 40 миллисекунд ше. 40-ты 1000-ға бөлсек 0,04 шығады. Как раз демек е жауабы бізде оқушылар келеді екен. F жауабы келмейтіндігі түсінікті. Так, келесі есепке көше берейік. Құрметті оқушылар, бізден 16-шы соңғы тапсырмада жүктің массасын сұрап жатыр. Қатаңдығы берілген, және теңдеу берілген. Жүктің массасын сұрап жатыр. Қалай табамыз деген сіздерде сұрақ туындауы мүмкін ше. Осы жерде оқушылар бізде омега бар ғой. Омега бізде оқушылар 5-ге тең. Омеганың формуласы 2 пи бөлінген т болатын болса, мына жерде оқушылар м мен к, яғни масса мен қатаңдық бар формула макарон еді ғой. Яғни 2 пи бөлінген 2 порция макарон дейтін болсақ, 2 пи мен 2 пи қысқарады. Мына жақта к үстіне м астына кетеді. Так, сонда бізде оқушылар омеганың формуласы түбір асты к бөлінген м деген формула шығып тұр. Осы жерде омега бізде 5-ге тең, 5 тең болады. 200 бөлінген м түбір астына болып тұр. Квадраттаймыз. 25 тең, 200 бөлінген м болып тұр. Демек, м тең болады. 200 бөлінген 25 деген сөз. 225-ке бөлсек 8 килограмм деген жауап А нұсқасынан шығады екен. Осымен оқушылар, сабағымыз тәмам. Келесі сабақта жүздескенше қош сау болыңыз.